Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айым. Бүгін бізде сұхбат айдары. Біздің тілшілерді жан-жақта ашу үшін бүгін мен сұхбат аламын. Бүгін менде қонақта Ақерке, қалың қалай, көңіл күйің қалай? Сәлем Айым, менің көңіл күйім жақсы, халім барлығы жақсы. Ендеше эфирімізді бастайық. Ақерке, менде саған деген қызықты сұрақтарым көп. Ал ендеше бастасақ. Дәл қазір сенің алдыңда 10 жасар Ақерке болса, қандай кеңес берер едің? Дәл қазір менің алдымда 10 жасар Ақерке отырса, мен оған алдына мақсат қоюды, әрқашанда соған жетуді және де ұстаздардың үмітін ақтауды айтар едім. Рахмет, енді дос жайлы әңгімелесетін болсақ. Егер саған дос таңдауға мүмкіндік берсе, дәл өзің сияқты досты қалар ма едің? Өте қызық сұрақ екен. Бұл сұраққа мен әрине деп жауап беремін, себебі әрқашанда досты әр адам қалайды. Және де мен әрбір досты әр адам қалайды деген ойдамын, себебі әрбір доста болатын қасиет ол шыншылдық, сатқындық емес, әрқашанда көмектесетін, сондай досты өзім жеке қалаймын. Және де дәл сол қасиеттерді өз бойыма сіңірудемін. Ал достарың көп пе? Олардан не үйрендің? Менің достарым аз да көп те деп айта алмаймын. Мен дәл қазір Твикидста көптеген достар, құрбылар таптым. Солардың әрқайсысымен жақсы қарым-қатынастамын. Және де өз достарымна мен көптеген қасиеттерді сіңірдім деген ойдамын. Соның бірі сатпау, әрқашанда көмектесу және де бірге қолдау көрсету. Ақерке, балалық күннің ең бақытты естелігі деп нені айтасың? Мен балалық күннің ең бақытты сәтін ата-апамен өткен және де туысқандарымен өткен сәт деп санаймын. Және де сол сәттер менің әрқашанда есімде қалады. Дұрыс айтасың, отбасы біздің бар байлығымыз. Өмірде неден қорқасың? Әр адамда қорқыныш бар деген ойдамын, және де сол қорқыныштар менде де бар. Мен жақындарымнан айырылудан қорқамын, және де осыдан 6 жыл бұрын Асқар Тәуекемнен айырылдым. Және де алдағы уақытта бұндай сәттер болмайды деген ойдамын. Өте әсерлі айттың, қуанышты сәттерің көп болуына тілектеспін. Адам бойында қандай қасиеттерді өзіңе жақтырмайсың? Әр адамның бойында әртүрлі қасиеттер болады. Кейбір адамдарда өтірік айту, кейбір адамдарда сатқындық болады. Ал менің өзіме жаман қасиеттердің бірі деп санаймын, ол өтірік айту және де көреалмаушылық. Егер саған басқа сырт елдерге көшуге мүмкіндік берсе, қайда көшер едің және неліктен? Өмірдегі әрбір адам шет елге баруға, басқа қалаларда тұруға армандайды. Мен жеке өзім егерде шет елге барсам, ол жерге тек қана оқуға немесе саяхаттауға барар едім. Ал мәңгілікке тұруға мен әрқашанда қарсымын, себебі өз туған жеріңе жетер ештеңе жоқ. Өз туған жерің ең жақын жерің болып саналады. Сондықтан да мен басқа елдерге мәңгілікке тұруға қарсымын. Иә, дұрыс айтасың. Әлі күнге дейін істей алмай жүрген, бірақ қатты қалап жүрген нәрсең бар ма? Бар болса қандай? Маған дәл қазіргі сәтте ештеңе бөгет емес, себебі мен өзімнің қалағаныма жете білдім және де алдағы уақытта да жетемін деген ойдамын. Және де менің жанымда қолдайтын адамдар өте көп, сондықтан да соларға сеніп алдыға қарата қадам басып жүрмін. Өзімде жоспарларым өте көп және де солар алдағы уақытта өз орынымен болады деген ойдамын, орындалады деп сенемін. Егер саған жер бетінде бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, нені өзгертер едің? Әр адам бір нәрсені өзгерткенін қалайды. Жер бетіндегі әрбір адам соны қалайды деген ойдамын. Бірақ та өзіміздің Алламыздың жаратқанын ешкім де өзгерте алмайды және де өзгертпейді. Бізге қалай осылай жерімізді берді, соны ешқашан өзгертпей солайынан қала береді. Ал егерде адамның бойына өзінің қасиеттеріне келетін болсақ, оны әр адам өзгерткісі келеді. Кейбіреулері жақсы жаққа өткісі келеді, ал кейбіреулері жаман әдеттерден арылып, алдыға қарата мүмкіндік алғысы келеді. Иә, сенімен толықтай келісемін.
Ең жаманы қайсы? Батылдық танытпау немесе сәтсіздікке ұшырау? Менің ойымша, өзің бастаған ісің сәтсіздікпен аяқталғаны жаман деп санаймын, және де әрқайсыларыңызға сәттілік тілеймін, әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын. Ақерке, болашағыңды қалай елестетесің? Өзіңді қандай салада дамытасың? Мен өз болашағымды жетістікке жеткен және де блогер, актриса деп санаймын, және де алдағы уақытта дәл қазіргі сәтте өзімді блогерлік, журналистикалық бағытында дамытып жүрмін. Алдағы уақытқа қойған мақсаттарым өте көп, және де оларға мен еңбек етіп, өз күшімен алдағы уақытта жетемін деген ойдамын. Ақерке, шынайы сұхбатына көп рахмет. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Айым, саған да рахмет мені шақырғаныңа, және де саған да алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Өзіңді жан-жақтан дамыта біл, және де алдағы уақытта қойған мақсаттарыңа жетістікке жете бер. Көп рахмет, Ақерке. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.